Адамзат 1000 жылдардан бері жауабын таба алмай кетірген жұмбақлар бар. Бұл имараттар бойынша зерттеу жұмыслары елеге шекем өз шумағына жетпеген. Олар қашан, кім тарапынан, не мақсатта құрылған? Бұл сұраулардың жауабы елеге шекем ашық қалмақта. Бүгін біз осындай сырлы имараттар хақында сөйлесеміз. Яғни видеомыз давамында сіз дүнияға белгілі болған Мысыр пирамидаларының қалай құрылғанлығы, Муайя мүсірлерінің сырлы тарихы һәм Атлантида хақындағы тартыслы анализлер хақында біліп аласыз. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Егер де сіз дайын болсаңыз, басладық. Айымғы Мысыр пирамидалары инсаниятты 1000 жылдардан бері таң қалдырып кетірген ұлы имараттардан бірі. Олар біздің эрамызға шекемгі 26 әсірде, яғни шамаменен 4500 жыл алдын құрылған һәм қазіргі күнде де өзінің ұлылығын сақлап қалған. Ең белгілілері Гиза платосында жайласқан Хуфу, Хафра һәм Менкаура пирамидалары болып, олар Мысыр цивилизациясының ең жарқын белгілеріне айланған. Пирамидалар негізінде не үшін құрылған хақында тарихи деректер анық жауап береді. Олар фараонлар үшін арналған үлкен мақбаралар еді. Мысырлылар фараонларды Құдай менен байланыслы тұлға деп білген. Соның үшін олардың денесі мәңгі сақлануы һәм рухы аспанға көтерілуі керек деп сенген. Хуфу пирамидасының тәріптері дерлік толық дәрежеде арқа, құбла, батыс, шығысқа қарағанын алымлар анықтаған. Бұндай анықтылық әлбетте бүгінгідей заманауи технологиялар болмаған дәуірде әмелге асырылғанлығы таңғаларлық. Айрым теориялар бойынша мысырлылар алдын жұлдызлардың жәрдемінде жөнелісі белгілеген. Атап айтқанда пирамидалар Орион жұлдызлар топары менен сәйкеслеседі. Мысырлылардың діни көзқарасларында Орион аспан құдайы Осируспенен байланысқан. Демек, бұл сәйкеслік апуайы тосыннан емес, ал діни һәм космологиялық мақсатпенен әмелге асырылған болуы мүмкін. Пирамидалардың ішкі түзілісі де өзінде көплеген сырларға ие. Тек фараонлар бөлмелері ямаса үлкен дәлізлер емес, бәлкім еле ашылмаған ямаса түсіндіріп болмайтұғын бос орынлар бар. 2017 жылы Scan Pyramids жойбары заманауи рентген нұрлары жәрдемінде Хуфу пирамидасы ішінде 30 метрлік үлкен босылықты анықтады. Ол неге қызмет еткені хақында ешқандай анық мағлұмат жоқ. Біреулер оны құрылыс техникасының бір бөлігі десе, басқалар ол сырлы, діни мақсат үшін салынған жасырын бөлме деп ойлайды. Пирамидаларды үйренуде санлар да сырлы тәреплерін көрсетеді. Олардың биіктігі, ұлтанының ұзынлығы һәм математикалық пи саны арасындағы сәйкеслік жүдә қызық. Айрым зерттеушілер бұны айымғы мысырлылардың алдыңғы математикалық білімлері деп есептейді. Һәм пирамидаларды айымғы математиканың ең ұлы естелігі деп атайды. Бірақ бұл саналы түрде жаратылған ба, ямаса тосыннан болған үннеслік пе, әзірше ашық сұрау болып қалмақта. Пирамидалар хақында альтернатив теориялар да бар. Айрым іліми емес көзқарасларда олар адамзаттан алдыңғы белгісіз цивилизация тарапынан құрылған деп айтылады. Басқалар жоғалып кеткен технология теориясын алға сүреді. Ілімитикарға ие болмаса да, бұл технологиялар адамлардың қызығушылығын арттырады һәм пирамидаларды және де сырлы етеді. Құрылыс мәселесі болса, еліге шекем сыр болып қалмақта. Әрбір пирамида миллионлап тас блокларынан құралған. Мысал үшін, Хуфу пирамидасында шамаменен 2-3 миллион блок бар. Олардың әрбірі орташа 2,5 тонна, ал айрымлары болса 15 тоннаға шекем ауырлыққа ие. Бұндай блокларды дұрыс геометрия тикарында, хаттекі лазер дәрежесінде анық жайластырылуы елеге шекем ілімпазларды ойландырады. Соңғы жылдарда табылған ахметлі дәлелдер болса, бізге бұл сырдың айрым тәреплерін түсіндіруге жәрдем бермекте. 2013 жылы Қызыл теңіз бойынан табылған Мерер папирус күнделігі құрылыс логистикасы хақында тікелей гуалық береді. Онда жазылуынша хәк тас блоклары тура канінен Нил тармақлары арқалы
қайықта тасылған һәм құрылыс майданына жеткерілген. Бұл папирус соны көрсетеді. Айымғы мысырлылар тек құрылыс техникасында емес, ал тасуда да жоғары дәрежеде шөлкемлестірушілік қабілетіне ие болған. Сондай-ақ Гиза аймағында табылған жұмысшылар қалашасы да үлкен жаңалық алып келді. Бұл қалашадан табылған ауқат қалдықтары, тұрақ жайлар, медициналық күтім ізлері, пирамидаларды қорғанлар құл емес, ал тәжірибелі, мемлекет тарапынан тәмінленген жұмысшылар болғанлығын дәлелдейді. Олар көш, балық, нан һәм пиво менен жақсы тәмінленгені, әттегі жарақатланған жұмысшыларға медициналық жәрдем көрсетілгені анықланды. Бұл Айымғы Мысыр жәмиетінің құрамалы басқару һәм экономикалық системаға ие болғанлығын көрсетеді. Бірақ елі шешілмеген жұмбақ бар, яғни тасларды жоғарыға көтеруде қандай ұсылдан қолданылғанлығы хақында әр түрлі теориялар алға сүріледі. Айрым ғалымлар үлкен ұзын рампалар құрылған деп ойлайды, ал басқалары болса пирамиданың қасында спираль рампалардан пайдаланған болуы да мүмкін деп ойлайды. Айтпақшы, рампа не деп түсінбей отырған шығарса, рампа бұл жоғарыға шығу, ямаса түсу үшін арнаулы ісленетұғын жол. Ямаса апуайы тіл менен түсіндіретұғын болсам, текшеге ұқсас нәрсе. Хаттекі ішкі коридорлардан пайдаланылған деген пікірлер де бар. Қызығы сонда Айымғы суретлерден бірінде адамлар үлкен хайкелді арқан жәрдемінде шанада тартып баратырғаны һәм алдында су құйып атырған адам көрсетілген. Заманауи тәжірибелер бұл ұсыл хақиқатында да ауыр жүклерді тартуда жеңілдестіруін дәлелдейді. Солай етіп бізде дәлелдер бар. Таслар қай жерден алынғаны, қалай тасылғаны, жұмысшылар кім болғаны хақында, бірақ шешілмеген текарғы жұмбақ елге жекем өз жауабын таппады. Бұл технология һәм рампалар мәселесі. Қалайынша Айымғы мысырлылар бұндай үлкен имаратларды құруға еріскен. Бұл сұрау бүгінгі күнге шекем ілімпазларды, тарихшыларды һәм апуайы адамларды қызықтырады. Сол себеплі де пирамидалар адамзат тарихындағы ең ұлы сыр һәм шешілмеген жұмбақлардан бір іспатында қалмақта. Назка сызмалары болса адамзат тарихындағы ең сырлы һәм шешілмеген жұмбақлардан және бірі есептелінеді. Олар Құбла Американың Перу шөллерінде Назка платосында жайласқан болып, біздің эрамызға шекемгі 200 жылдан біздің эрамызға шекемгі 600 жылға шекем жасаған. Назка халқы тарапынан жаратылған деп есептелінеді. Бұл үлкен сызылмалар арасында құслар, маймыл, өрмекші, лама, балық, хаттегі адам фигуралары да бар. Назка сызылмаларының үйренілуі заманауи ілім һәм технология жәрдемінде давам етпекте. Әр жылы жаңа зерттеулер һәм технологиялар жәрдемінде бұл сырлы көркем өнер төретпелері және де тереңірек түсіну үшін жаңа мағлұматлар алынбақта. Дронлар, light detection and ranging технологиялары һәм басқа да геофизикалық зерттеу ұсулары жәрдемінде Назка платосындағы сызылмалар һәм олардың сырлы геометриясы хақындағы түсініктер және де анығырақ болмақта. Бұл технологиялар арқылы сызылмалар һәм олар үстіндегі ізденулер тұрақлы түрде жаңаланып, олардың жасырын тәріплері алынбақта. Назка сызылмаларының геометриялық анықтылығы да ітібарға лайық. Сызылмалар арасында көптеген құрамалы геометриялық фигуралар бар. Айрым фигуралар арасындағы симметрия һәм үйлесімділік олардың анық геометриялық формулалар текарында жаратылғанлығын көрсетеді. Бұл фигураларды дүретуде қандай өлшемлер һәм манипуляциялар қолданылғанлығы хақында еледі көптеген сұраулар бар. Сызылмаларды дұрыс көру, ноқатларынан көру үшін арнаулы методлар һәм алдыңғы оптикалық иллюзиялар қолданылған болуы мүмкін. Бұндай математикалық һәм оптикалық ұсулардың қалай әмелге асырылғанлығын анықтау бүгінгі іліми зерттеулердің текарғы бағдарларынан бірі есептелінеді. Назка халқы өзінің діні һәм мәдениетіне үлкен ітібар берген, ал бұл сызылмалар болса мәресімлер ямаса су шақыру мәселелеріне байланысты болуы мүмкін. Суға болған мүтәжілік һәм құрғақшылық бұндай сызылмалардың пайда болуына себеп болған деп есептелінеді. Бұнан сыртқары бұндай сызылмалар аспан һәм құяш пенен байланысты болған мәресімлерде де қолданылған. Назка халқы һәм басқа мәдениетлер арасындағы байланыстар да жүді ахметлі. Сызылмалар һәм Назка мәдениетінің басқа халықлар, мәселен Орта Азия, Жақын Шығыс ямаса Американың басқа аймақтары менен байланыстылығын үйрену, тарихи һәм мәдени байланыстарды және де тереңірек түсінуге
жәрдем береді. Назка сызылмаларының халықаралық тәсірі де үлкен. Олар тек қана археологиялық естелік сипатында емес, бәлкім көркемөнер һәм архитектура үшін илһам дерегі болып қызмет еткен. Сызылмалар өзінің құрамалылығы, геометриясы һәм сырлы табиғаты менен бүткіл дүния көркемөнері һәм архитектурасына тәсір көрсеткен. Назка сызылмаларының дүния көркемөнері һәм архитектурасына тәсірі хақында зерттеулер давам етпекте. Себебі бұл көркемөнер дөртпелері нағыз һәм дизайнерлер менен жүдә көп халықларды илһамландырған. Бұнан тысқары Назка сызылмаларының туризм индустриясындағы орны да үлкен. Әр жылы миллионлап туристер бұл сырлы сызылмаларды көру үшін Перуға келеді. Бұл болса өз кезегінде Перу экономикасына үлкен үлес қосады. Туристер сызылмаларды көру, оларды басқа ноқатлардан үйрену һәм өз ізденулерін әмелге асыру үшін самолет ямаса дронлардан пайдаланады. Космослық көзқараслар, яғни сызылмалар һәм инсанияттың космосқа болған сенімі Назка халқы үшін ахметлі болған. Сызылмалар жұлдызлар, планеталар һәм басқа космослық элементлер менен байланыслы болуы мүмкін. Бұл сызылмалар қалайынша жұлдызлар һәм космос хақындағы түсініктерді суретлеуге жәрдем бергенлігін түсіну. Назка халқы һәм оның астрономиялық көзқарасларын және де жақсырақ түсінуге жәрдем береді. Бүгінгі күнде Назка сызылмаларын үйренуде жаңа технологиялар, атап айтқанда жасалма интеллект һәм робототехника сияқты заманауи ілім жәрдемінде көплеген жаңа мағлұматлар алынбақта. Сызылмалар хақындағы жаңа табылмалар һәм алдыңғы ілми ізденулер бұл сырларды және де ашуға жәрдем береді. Сондай-ақ сызылмаларды жарату процесінде табиғи ресурслар һәм ландшафтларды суретлеуде пайдаланылған ямаса пайдаланылмағанлығын анықтау да ілми зерттеулердің бағдарларынан бірі есептелінеді. Айрым геометриялық фигуралар болса километрлерге созылып кетеді. Ең қызық тарапы бұл сызылмаларды жерде тұрып дерлік көріп болмайды. Олар тек биіктіктен ямаса хауадан қарағанда ғана толық түсініледі. Соның үшін көптеген ілімпазлар һәм туристерді бұл сырлы көркемөнер дөртпелері бар құлла таң қалдырып келген. Назка халқы қалайынша бұндай үлкен формаларды жаратқаны хақындағы сұрау елеге шекем ашық. Сондай сырлы естеліктерден бірі Европада да бар. Олардан бірі Стоунхендж естелігі. Ол Англияда жайласқан ең сырлы һәм археологиялық естеліктерден бірі есептелінеді. Бұл үлкен тас шеңбер әр жылы миллионлап туристерді өзіне тартады. Ал оның тарихы болса зерттеушілерді елеге шекем ойландырып келмекте. Бұл таслардың жайласуы, формасы, құрылысы хақында көптеген гипотезалар бар. Бірақта анық жауап еле табылмаған. Стоунхендж тек қана тарихи естелік емес, ал астрономиялық, діни һәм көркем шығарма сипатында да ахметлі орын иеледі. Оның құрылысы біздің эрамызға шекемгі 3000-2000 жылларға барып тақалады. Естеліктің таслары жетік геометрия тикарында жайластырылған. Айрым ғалымдар оны айымғы астрономиялық орай сипатында талқылайды. Себебі оның таслары құяш, жұлдызлар һәм айдың талқылауын бақылау үшін жүдә қолайлы. Мысал үшін солстиц һәм эквинокс ноқатларында таслар жайласқаны оларды құрудағы мақсатлерді және де түсіндіруге жәрдем береді. Солстиц һәм эквинокс бұл астрономиялық құбылыстар. Солстиц жұлдыздың ең ұзын ямаса ең қысқа күні, яғни жазғы ямаса қысқы құяш тұтылуы. Эквинокс бұл бәһәр һәм күз мөсімлерінің баслануы, яғни құяш жер бетінің 2,5-ын теңдей жартатығын күн. Бұл сызықлар астрономиялық құбылыстарды бақылау һәм белгілеу үшін пайдаланылған болуы мүмкін. Бұл болса айымғы жәмиетлердің астрономияға болған қызығушылығын көрсетеді. Бұл естелікті құруда қандай технологиялар қолданылғанлығы хақында көптеген теориялар бар. Айрым ғалымдар бұл тасларды жоғары технологияларды пайдаланған жағдайда көтерілген һәм жайластырылған деп есептейді. Light Addition and Arranging технологиясы жәрдемінде әмелге асырылған ізденулер Стоунхендж һәм оның атрапындағы майданларда жаңа мағлұматларды анықтау имканиятын жаратқан. LIDAR, яғни Light Addition and Arranging бұл соққылы лазер нұрлары жәрдемінде аралықты өлшеуге тикарланған технология. Сондай-ақ ол объектілердің ямаса майданның 3 өлшемлі 3D картасын жарату үшін қолданылады. Бұл жаңа ашылулар ескі архитектура һәм құрылыс технологиясын түсінуде үлкен жәрдем береді. Стоунхендждің құрылысы һәм мақсаты хақында әрқилы теориялар бар. Айрым іліми зерттеулер оның діни мәресімдер үшін пайдаланғанлығын болжайды. Себебі айымғы жәмиетлер
тасларды көплеген діни мәресімлер һәм ибадатлар үшін пайдаланған. Стоунхендж болса, бұл мәресімлер һәм жәмиетті шөлкемдестіруде орайлық рөл ойнаған болуы мүмкін. Сонымен бірге айрым теорияларда ол социалдық тәртіп һәм бірлесудің тымсалы сипатында да көрсетіледі. Енді жоғарыдағы пікірлерді және бір мәрте көріп шықсақ, Стоунхендж бұл тек қана діни, бәлкі іліми орай сипатында да үлкен рөл атқарған болуы мүмкін. Ол жұлдыздарды, космосты үйрену һәм бақылау үшін пайдаланылған. Сондай-ақ бүгінгі күнде де ол туристерді өзіне тартады. Солай етіп, Стоунхендж бір уақыттың өзінде тарихи, астрономиялық, діни һәм мәдени естелік сипатында үйренілмекте. Үйрену давам етіп отырған уақытта бұл естеліктің сырлы һәм құрамалы мақсатлары және де көбірек ашылып атырғанын көруіміз мүмкін. Оның тәсірі тек сол дәуірде емес, ал бүгінгі күндегі көркемөнер, астрономия һәм архитектурада сезілерлі тәсір көрсеткен. Мына стикерді көпшілік социалдық тармақларды көрген болса керек. Бірақ бұлар да тұрмыста бар тарихи естеліктер есептелінеді. Моаи мүсіндері Пасха атауының ең белгілі һәм сырлы естеліктерінен бірі болып, олар Полинезия мәдениетінің сирек ұшырасатын үлгілерінен есептелінеді. Полинезия бұл Тыныш океанының құбыла бөлімдерінде жайласқан кең аймақ. Бұл мүсіндер эрамыздан бұрынғы 1100 жылдардан 1500 жылдарға шекем тікіленген һәм бүгінгі күнде де өзінің үлкен көлемі, әжайып дизайны һәм сырлы тарихи мақсаты менен үйренілмекте. Моаи мүсіндері тек арнан қайта ісленген лава тасынан ісленген болып, олардың айырымлары 10 метр ұзынлықта, 80 тоннаға шекем ауырлыққа ие. Естеліктерді кім һәм қалай тікілегенлігі бойынша әрқилы теориялар бар. Ең көп тарқалған пікір, Моаи мүсіндері бұл айемгі Пасха атауы халқы тарапынан ата-бабаларды көрсету, діни мәресімлер һәм социалдық хакимиятты суретлеу үшін жаратылған. Олар атаудың орайлық бөліміндегі тауларда жайласқан һәм тек арнан жанбауырлардан биік жерлерде тұрған. Бұл мүсіндер тек қана мәдени һәм діни ахметке ие емес, ал жәмиетлік структураны да көрсеткен. Әрбір мүсінде атаудың ең күшлі һәм абырайлы инсанларының суретлері бар деп есептелінеді. Моаи мүсіндерін тікілеу процесінде қандай техникалар қолданылғаны хақында көптеген іліми ізденулер алып барылған. Бір теория бойынша мүсіндерді таулардан қиялықлар арқылы өткеру үшін ағаштан ісленген үлкен арқанлар һәм тас соққылардан пайдаланған. Басқа бір теория бойынша мүсіндерді атаудың түрлі орындарында әрекетлендіру үшін үлкен жәмәтлер һәм арнаулы механизмлер пайдаланған. Бірақ бұл хақында анық дәлелдер жоқ. Айрым ғалымдар Моаи мүсіндерінің әр түрлі жерлерге қалай көтерілгенлігін түсіндіруде жүру ұсылын ілгері сүрген. Олардың пікірінше мүсіндерді біргелікте жүріп көтерген һәм арнаулы байлаулардан пайдаланылған. Бұл теорияны тасдиқлаушы заманауи зерттеулер. Мысал үшін 2012 жылы Америкаға асырылған тәжірибе мүсінді атаудың басқа ноқатларына жүріп көтеру ұсылының имканиятын көрсетті. Моаи мүсіндері арасындағы өзіне тән өзгешеліктерден бірі олардың бас бөлімінің үлкендігі һәм жоғары деталға ие болуы есептелінеді. Бас һәм бет көріністері атау халқы тарапынан көрсетілген хүрмет һәм күшлі социалдық үстемлікті сәулелендіреді. Мүсіндердің жүзіндегі һәм басындағы анықтылық тек қана олардың көркемлік тәреплері емес, ал социалдық система һәм мәдениеттағы ахметлі позицияны да білдіреді. Пасха атау халқының тарихын һәм мүсіндерінің қалай құрылғанлығы хақында білу елге шекем қиын, бірақ та Моаи мүсіндері арқылы әйемгі халқылардың техникалық һәм көркемлік дәрежесі жоғары екенлігін білу мүмкін. Бүгінгі күнде бұл естеліктер атаудың мәдени һәм діни орайы сипатында тан алынған, сондай-ақ глобал тарихи естелік сипатында ЮНЕСКОның бүткіл дүния жүзілік мирасы тізімінен орын алған. Моаи мүсіндерінің сырлы табиаты, олардан алынған тарихы, осындай тарихи имаратлар түркі халқылар тарапынан де құрылған. Бұлардан бірі Түркияда жайласқан Göbekli Tepe. Бұл қазіргі Түркияда, Құбыла шығыс аймағында жайласқан айемгі археологиялық естелік болып, адамзат тарихындағы ең айемгі ибадатлардан бірі сипатында тан алынған.
Ол біздің эрамызға шекемгі 9600 һәм 9500 жылларда құрылған һәм ол дүнияның ең айымғы тас құрылмасы сыпатында үйренілмекте. Бұл естелік айымғы адамлар тарапынан цивилизацияның өсуінен бұрын жаратылған деп есептелінеді. Бұл болса, тарихи ілімде үлкен бір күтілмеген ашылу болды. Göbekli тепенің ең таңғаларлық тарапы соннан ібарат, ол өзінің үлкен мегалитик таслардан құрылған естеліктері менен белгілі. Бұл естеліктің орайында үлкен тас үстінлер бар. Har бір үстіннің биіктігі 5-6 метр, ауырлығы болса 10 тоннаға жақын болуы мүмкін. Бұл таслар анық белгіленген геометриялық фигураларда жайластырылған һәм олардың арасындағы анық емес сәйкестік һәм өлшемлер олардың астроном һәм мәдени ахметі бүгінгі күнде де ілімпазлар һәм саяхатшылар тарапынан үйренілмекте. Естеліктің құрылысы һәм мақсаты хақында көптеген гипотезалар бар. Göbekli төбе көптеген алымлар тарапынан ибадатхана, ямаса астрономиялық бақылау орайы сыпатында талқыланады. Естеліктің жайласуы, үстінлер һәм таслардың қандай өлшемлер тикарында жайластырылғаны, оларды құяш, жұлдызлар, ямаса басқа да аспан құбылыстарын бақылау үшін пайдалану мүмкіндігін көрсетеді. Бұл болса, айымғы жәмиетлердің астрономия һәм діни сенімдеріне болған жоғары қызығушылығын тасдиқлайды. Göbekli төбенің және бір ахметлі тарапы ол ауыл қожалығы һәм цивилизация басланбастан алдын. Яғни адамлар аңшылық һәм жиын терімменен шұғыланатығын дәуірде құрылған. Бұл болса, цивилизацияның рауажлануына шекем ата-бабаларымызда қандай мәдениет һәм технологиялар болғанлығын көрсетеді. Олар ірі мегалитикалық структураларды жарату үшін алдыңғы құрылыс технологияларын қолданғаны, сол дәуірде жәмәғат жәрдемлері һәм шүлкемлестірушілік жұмысларды талап еткенін аңлатады. Göbekli тепенің табылуы һәм үйренілуі тарих ілімінде жүдә үлкен ахметке ие болды. Естеліктің ахметлілігі, оның формасы һәм пайдалану мақсаты адамлардың дүние қарасы һәм діни системаларын және де тереңірек түсінуге жәрдем береді. Бұл естелік сондай-ақ сол дәуірде жәмиетлік түзіліс һәм мәдениеттің рауажлануына байланысты жаңа мағлұматларды келтіреді. Қазіргі күнде Göbekli төбе бүткіл дүниядағы археологиялық жәмәғат тарапынан үйренілмекте һәм туризм үшін ашылған. Естеліктің ажайып һәм сырлы табиғаты оны үйренуге тұрақлы қызығушылық оятпақта. Бірақ оның барлық сырлары еле толық ашылып болынбаған. Бұл өз нәубетінде айымғы адамзаттың қандай білім һәм мәдениетқа ие болғанын, қандай ибадатлар һәм социалдық системаларды рауажландырғанын үйренуге үлкен имканиятлар жаратпақта. Göbekli төбе бұл тек қана айымғы естелік емес, ал адамзат тарихының баслануына байланысты күтілмеген жаңа мағлұматларға ие болған бір қорқынышлы көрініс. Атлантида әфсанасы адамзат тарихындағы ең белгілі һәм сырлы рауаятлардан бірі. Бұл континент хақында бірінші мәрте айымғы грек философы Платон өз шығармаларында жазған һәм бұл мағлұматлар еліге шекем археологларды, ілімпазларды һәм тарихшыларды ойландырып келмекте. Платонның жазуынша Атлантида жүдә рауажланған цивилизацияға ие һәм өз дәуірінде дүниядағы ең күшлі һәм бай материалдерден бірі болған. Бұл жерде айымғы мәдениетлар, ілім, көркем өнер һәм технологиялар жоғары дәрежеде рауажланған еді. Бірақ қандай да бір себеплерге байланысты Атлантида бір түнде бүткіл жоғалып кетті һәм мұның мәнзілі әзіргі күнге шекем табылмаған. Атлантиданың жоқ болуы хақындағы рауаятлар тек арнан оның табиғи апат ямаса инсан қателері себеплі жүзеге келгенін білдіреді. Айрым зерттеушілер Атлантида жасалма жоғалған деп есептейді. Базлар болса, ол үлкен табиғи апатшылық, мысалы жер сілкінуі ямаса цунами себеплі жоқ болып кеткен деп ойлайды. Атлантиданың жайласқан мәнзілі хақында анық мағлұматлар жоқ болса да, оның регионы хақында көплеген болжаулар бар. Айрым ғалымдар Атлантида хақындағы рауаятларды жер орта теңізі атрапында ямаса Кариб теңізінен іздейді. Басқалары болса оны Антарктидада ямаса басқа аралықтағы аймақларда жайласқан деп болжайды. Атлантида әфсанасының тәсірі тек тарихта емес, ал әдебиетта һәм кино тарауында да күшлі болды. Бұл әфсана көплеген фантастикалық көрінілерге илһам берген. Соның ішінде белгілі Атлантис хақында бірнеше кітаплар,
фильмлер һәм телекөрсетүүлер эзлеп чыгылган. Берничә илми зертләүчеләр булса, бул әфсананы хакыйкатка жақын рауят сыпатында күреп, Атлантиканың айымгы цивилизациясына байланыслы изленүүлер алып бармакта. Хәзерге вакытта Атлантида мәсьәлесе археологиялык изленүүлер һәм теңиз асты зертләүләре аркылы және де тереңрәк өйрәнелмәктә. Бирок бул изленүүлер елеге шекем нәтиҗә бермәгән һәм бул сырлы континент хакында илми һәм галаба фикерләр арасында үлкен парк бар. Атлантида хакындагы жумбаклар адамзат тарихының ең сырлы һәм кызыклы бетін курайды. Егерде хакыйкатында да Атлантида бар булса, уның мәдәнияты, технологиясы һәм дөнья тарихын калай үзгәртү мөмкин иде. Әлбәттә, бу сораулардың җавабы илми машкала һәм сырлы тема булып калмакта. Куласы сондай гәпләр. Бүгенге видеомыз сезгә унадымы? Және кандай темаларда видео таярлауымызды калыйсыз? Сондай ук бул сырлы естелекләр калай курылган дип ойлайсыз? Фикерләрегезне комментариядә жазып калдырың. Айдың каналының жаңа санында күришкәнче.